тышқанның оң жағын басып, офистерді көрсету дегенді алып тастайық. Енді бұл жерден енді бізде яғни симулятордың қандай түрі, яғни бұл жылдамдыққа, уақытқа және жолға байланысты симулятор құрамыз. Ең алдымен слайдерді таңдаймыз. Және слайдердің орналасу орнын белгілейміз. Мына жерді таңдайық. Бұл бізде жылдамдық болсын. Жылдамдық -5-тен 5-ке дейін өзгеретін болсын, яғни өзгеру аралығы. Келесі слайдерді таңдайық. Уақытты деп белгілейік. Атын 0-ден бастап 20-ға дейін болсын. Және анимацияны таңдасақ, яғни бұл бізде жоғары қарай қозғалатын болсын. Аралығы 0-ден 20-ға дейін және өсім мүшесін 0,1-ге дейін деп таңдайық. Келесі слайдеріміз бұл бізде S бастапқы жол болсын. Бастапқы жол ол да -5-тен 5-ке дейін өзгеретін болсын. Жоғарыға көтеріп қояйық слайдерлерімізді, яғни бұл бізде аралықтар, яғни уақыттың, жолдың, жылдамдықтың мәндері қай аралықтан өзгеретінін білдіреді. Енді біз сурет таңдайық. Сурет қою дегенді басамыз. Брауз дегенді басамыз. Яғни біз қандай денені қозғалтып жатырмыз? Сол денені, мысалы, мен тракторды таңдап алдым. Енді мысалы А және Б нүктелері мынау бізде төменгі нүктелер болып табылады. Осы нүктелер арқылы мысалы денені, қажетті денені жылжытуға болады, көлемін кішірейтуге болады. Енді бізде бұл трактор қозғалу үшін OX осі бойынша бұл жылдамдыққа және уақытқа тәуелді болу керек қой. Бастапқы жылдамдығы ол S қосу VT. Интерді басамыз. Яғни мына А уақыт бізде, яғни А нүктесі S қосу VT-ға тәуелді болды. S қосу VT. Келесі Б нүктесі де S қосу VT. Енді ол шамалы алысырақ болғандықтан қосу 10 деп алайық. Қайтып көрейін. S қосу VT. Енді біз плюс мына жақтан үлкейтіп немесе кішірейтіп таңдап алуға болады. Яғни S қосу VT қосу 10 деп жаздық. Енді графикалық көріністі жылжытуға болады, үлкейтуге болады. Енді біз енді мына трактор ол қозғалу керек, қозғалысты бастау керек, және қозғалысты тоқтату керек, және жалғастыру үшін біз кнопкалар таңдаймыз, яғни батырмаларды қолданамыз. Батырманың тұратын аймағын таңдайық. Атын қояйық. Мысалы, енді ағылшынша қысқарақ болғандықтан старт деп қояйын.
Старт дегенді басқан кезде трактор жүріп кететіндей. Келесі батырма, тағы бір батырма басамыз. Ол бізде стоп. Яғни стопты басқан кезде мына трактор жүрісін тоқтататындай қылып, келесі батырма ол бізде рестарт болсын, яғни қозғалысты жалғастыру. Енді бұларға біз код жазамыз, яғни мышканың, яғни старттың мышканың оң жағын, яғни тышқанның оң жағын басу арқылы баптауларға кіреміз, сценарийге жазамыз. Қосу керек дегенге былай жазамыз. Анимацияны қос, яғни қозғалудың коды анимацияны қос, яғни уақытқа тәуелді болсын, бұл true болғанда. Яғни осы уақытқа тәуелді болған кезде, жүрген кезде, стартты басқан кезде жүре бастайды трактор. Келесі стоптың кодын жазайық, яғни тышқанның оң жағын басу арқылы баптауларға кіріп, сценарийді басамыз. Сосын анимацияны қос. False болса, яғни тоқтат деген сөз. Келесі рестарт бұл жүрісті жалғастыру. Бұнығын баптауларына t0-ге тең болған кезде қайтып баста деп жазамыз. Рестарт яғни бастапқы орын алып келеді. Старт жүру, стоп тоқтату, рестарт яғни бастапқы орынға алып келу. Стартпен жүріп бара жатыр. Стопты басып қойғанбыз. Старт дегенді басқан кезде қайтып жүре бастайды. Стопты басып қояйық әзірге. Енді біз мына жерде жылдамдық TS-ті атыны жазып қояйық. Жоғарыдан мәтін дегенді басамыз. Мәтінге жылдамдықты жазамыз. Жылдамдық. Күрделі баптауларға, яғни бұл бізде жылдамдық тәуелді V-ға, яғни V өзгерген кезде бұның мәні өзгеріп отыратындай қылып жазып жатырмыз. Метр секунд өлшем бірлігі. Енді мына жердегі жылдамдықтың мәнін көрсетпей қоюға да болады, яғни тышқанның оң жағын басу арқылы белгіні көрсету дегенді алып тастаймыз. Келесі мәтін енгізейік. Уақыт. Уақыт бұл бізде t-ның мәніне тең дейміз. Өлшем бірлігі секунд. Келесі, яғни бұл жерден де мына белгіні көрсетпей қоюға болады. Келесі бізде бастапқы жол. Бастапқы жол S. Яғни осыған тең бастапқы жол S-тің мәніне байланысты өзгереді. Жылдамдықты шамалы жылдамдығын арттырайық. 5 метр секунд болсын. Ал егер жылдамдық теріс мән болатын болса, ол артқа қарай жүреді. Уақытты 0-ге қояйық. Бастапқы жол минут 4-7 деп қояйық. Ал стартты бассақ, жылдамдығы аз болыпты, көтерсек, жылдам жүре бастайды. Стопты бассақ тоқтайды. Енді біз артына фон қояйық. Сурет қою дегенді таңдаймыз. Жүктеу. Қажетті суретті таңдап аламыз.
сонда қажетті фото шығады. Бұл жерде біз мына нүктелерді тарту арқылы, яғни бізде 2 нүкте беріледі. Сол нүктелерді тарту арқылы суреттің көлемін үлкейтіп аламыз. Енді біздің тракторымыз суреттің бетіне тұру үшін баптауларға кіріп, күрделі баптауларды басып, соның ішінен, яғни бірінші қабат дегенді басамыз. Сол кезде трактор бірінші болып тұрады, яғни бірінші бетіне шығатын. Яғни артында тұратындай қылып таңдайын, яғни қабат баптауларға кіріп, күрделі баптаулар 0-шы қабат дегенді таңдайын. Енді старт дегенді басатын болсақ, трактор қозғала бастайды. Стоп дегенді бассақ тоқтайды. Рестарт десек, бастап қалыпқа келе бастайды. Сонымен жұмыс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.